Қайырлы күн менің оқырмандарым, қал жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Басты байлық, денсаулықтарыңыз қалай, жақсы ма? Мына көп оқырмандарым жазып жатыр, балалар енді тапсырып жатыр. Жақсы, бал алды деп жатыр. Өте қуаныштымын. Әлі де оқырмандарымның балалары бар екен, ентіға дайындалып жатқан. Сол балаларға тілейтінім, ентідан жақсы бал алып, грантқа түсуіне тілекшімін. Енді тапсырған балаларға да тілекшімін. Жақсы бал жинады, енді грантқа түсіп, грант иегері болуларына тілекшімін. Өздерінің жүрек қалауларымен оқуларына түсіп, өздерінің жақсы көрген мамандықтарынан, мамандықты айлағанша анау деп істемей, өзінің жүрек қалауымен жақсы көрген мамандығына түсіп, сол жақсы көрген мамандығын иесі болып, жақсы маман болып, мына біздің елімізге, қазақ елімізге жақсы маман болып қызмет етіп, адал қызмет етіп, сондай адал мамандар көбеюіне мен тілекшімін. Әумин. Және де тағы да бір оқырманым жазып жіберіпті, апай қалайсыз, менде де бірдеңе бастап едім, ешкім сенбей қалды, содан қолым жүрмей жатыр деп, жүрмей жатқан жайым бар, ол қалай деп. Ол оқырманға айтқым келіп тұр. Ең бірінші, не шаруа істесең де, бірінші Құдайға сен, және содан кейін өзіңе сен. Ең бірінші, айналаң сенбесе, кім айналаң, кім сенбесе да, ол қазір сенбегенмен саналда не сенеді, адам баласы солай. Ең бірінші сенім өзіңе жоғалтпа. Ең қиын өзіңе сенім жоғалтсаң, ал айналаң қазір сенбегенмен со временем сенеді. Қазір сен отырғаннан кейін со временем сенбей қалуы да мүмкін, ол адам баласы. Сондықтан оған уайымдама. Ең басты өзіңе сенімді жоғалтпа. Өзіңе сенімді жоғалтпауыңа мен саған тілекшімін. Бәрі балаларға тағы да мектеп бітіріп жатқан оқырмандардың балаларына тілейтінім, балаларың ентідан тағы да жақсы бал алып, грант иегерлері болсын, Ақтөбеміз көркейіп өсе берсін, еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, жауын шашынымыз шамалы азайыңқырасын, аспанымыз ашық болсын, аспанымыздан бұлт төнбесін, бәрімізге ортамыз тола берсін, оқырмандарымыз көбейе берсін. Маған лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, мені қолдаңыздар, оқырманымыз көбейе берсін, жақсы күнде кездесе берейік, аспанымыз тағы да ашық болсын, аспанымыздан бұлт жаумасын, су тапшылығы болмасын, жерімізде бейбіт өмір бола берсін, айналаларымыз, көрші мемлекеттерімізде де бейбітшілік болсын, бүкіл жер бетінде бейбітшілік орнасын, ешқандай еш жерде соғыс оты жанбасын, болып жатқан соғыс ошақтары сөнсін, енді тек қана бейбіт өмірде өмір сүруімізге жаратқаным нәсіп етсін. Әумин.